Сәлеметсіздер ме балалар? Қазақ тілі сабағынан ертөстік ертегісі бойынша сабағымызды бастаймыз. Өткен сабақтарда біз Керқұл атты Кендебай ертегісінің қиял ғажайып тұстарына тоқталсақ, бүгін ертөстік ертегісіндегі қиял ғажайып тұстарға тоқталамыз. Бүгінгі біздің сабағымыздың мақсаты оқылған мәтіннен ауызекі сөйлеу стилінің ерекшеліктерін анықтайсыңдар, дара және күрделі зат есімдерді мәтін ішінен таба аласыңдар. Балалар, ертөстік ертегісі барлығымызға таныс ертегі. Соның ішінен мына үзіндіге назар аударыңыздар. Сөйтіп, үшеу болып жүріп келеді. Бұлар келе жатса, бірталай күннен кейін елсізде тағы бір адам көрінеді. Не қылған адам екен деп байқаса, әлгі кісі біресе жерге оң құлағын төсейді, біресе сол құлағын төсейді. Жер астынан бір нәрсе тыңдаған сияқты болады. «О, не қылып жүрген адамсың?» деп үшеу қасына жетіп келеді. Жердің үстіндегі ертөстік жердің астына түсті дегенге, соның жолдасы болайын деп жолын тосып жүрген адамын дейді кісі. Төстікке жолдас боларлықтай қандай өнерің бар еді дейді төстік. Жер астының атақты тыңшысымын. Қандай жасырын әңгіме болса да тыңдап біліп аламын. Мен де жасырын сыр болмайды. Алыстағыны, жақындағыны түгел естетін Саққұлақ деген ер боламын дейді. Жарайды. Ендеше сол іздеген төстігің мен болам дейді төстік. Балалар, қиял ғажайып тұсын байқадық па? Саққұлақ кез келген жердегі болып жатқан сырды жерге құлағын тоса қойса ести береді екен. Яғни барлығын біліп тыңдап алады екен. Ертегі мазмұнымен таныс болсаңдар, ары қарай Саққұлақтың ертөстікке көптеген пайдалары тиеді. Сондай-ақ оның басқа да қандай достары бар екенін білгілерің келсе, осы ертегіні мұқият оқып алыңдар. Балалар, енді біз сабағымыздың мақсатына келейік. Ауызекі сөйлеу дегеніміз не? Ауызекі сөйлеу деп адамдардың алдын ала дайындықсыз тіл арқылы тікелей қарым-қатынас жасауын айтамыз. Біз күнделікті өмірде бір-бірімізбен пікір алмасқанда, сөйлескенде, ауызекі сөйлеу стилімен сөйлесеміз. Ондай сәттерде қандай кемшіліктерді байқадыңыздар? Яғни, біз сөздердің соңғы әріптерін кейде екі сөзді бірге қосып айтатын тұстарымыз болады. Мәселен, осыны ертегіден байқайықшы. Қараңыздар. «О, неғып жүрген адамсың?» деп үшеуі қасына жетіп келді. Бұл жерде неғып деген жазба тілге жатпайды. Не болмаса неге болу керек, немесе қандай мәселемен деген болуы керек еді. Ал бұл жерде кездескен уақытта ауызекі сөйлеу стиліне тән неғып деген сөз қолданып тұр. Яғни, үшеуі Саққұлақтан сұрау үшін олар осылай ауызекі сөйлеу стиліне тән сөзбен сөйледі. Сондай-ақ мәтіннің соңына қарай назар аударайықшы. Саққұлақ деген ер болам деді. Бұл жерде де ауызекі сөйлеу стиліне тән сөз болып тұр. Негізінде жазба тілде боламын болуы керек. Сондай-ақ төстігің мен болам дегенде де бұл жерде де болам деп сөздегі мын әріпі түсіп қалып, ауызекі сөйлеу стиліне тән болып тұр. Балалар, ауызекі сөйлеу және жазба тіл екеуі екі бөлек дүние. Ауызекі сөйлеуде біз көптеген сөздерді қысқартып, немесе бір сөздерді біріктіріп айтатын тұстарымыз болады. Сондықтан осы дүниеге мұқият болайық. Бір-бірімізбен чат арқылы жазысқанда, немесе хат жазғанда, қалай сөйлейміз солай жазуымыз керек емес. Жазба тілдің өзіне тән ерекшеліктері болады, оны ескеруіміз керек. Ал ауызекі сөйлеу стилінде оған мүмкіндіктер беріледі, яғни қысқартып сөйлеуге. Кейбір әріптерді қалай айтылады, солай айтуымызға мүмкіндік береміз. Мен сіздерге ертегіні оқып берген кезде де байқасаңыздар, сөйтіп үшеу болып жүріп келеді деп кейде іні айтпаймын. Бірақ жазылымда ол бар. Ал ауызекі сөйлеуде ол түсіп қалады. Балалар, осы тақырыпты мұқият оқып алыңыздар. Алдағы уақытта БЖБ тапсырмаларында ауызекі сөйлеу стилімен жазба тілді айыру барысында сіздерге қажет болады. Балалар, енді келесі мақсатымызға тоқталайық.
ол біздің дара және күрделі зат есімдерді мәтін ішінен табу болатын. Дара зат есім дегеніміз не? Күрделі зат есім дегеніміз не? Біз естеріңде болса, алдағы өткен сабақтарда дара сөздер, күрделі сөздерге тоқталған болатынбыз. Енді дара зат есім дегеніміз ол бір ғана сөзден құралатын зат есімдерді айтады екенбіз. Мысалы, ертегі, қиял, аспан, не деген сұрақтарға жауап беріп тұр. Және де бір ғана сөзден құралып тұр. Ал күрделі зат есімдер екі не одан да көп сөздерден құралады. Мысалы, сол ертегінің ішінде кездесетін желаяқ, таусоғар сынды кейіпкерлер бар. Оларға кім деп сұрақ қоямыз. Алайда, назар аударыңыздаршы, жел және аяқ деген екі сөздің қосындысынан оның желаяқ деген аты шығып тұр. Тау және соғар деген екі сөздің қосындысынан таусоғар деген есімі шығып тұр. Яғни бұл екеуіне де кім деген сұрақ қоямыз. Бірақ екеуінің құрылысын қарасаңыздар, екі сөздің бірігуі арқылы жасалған. Балалар, сіздерге осы тақырып түсінікті болды деген ойдамын. Олай болса, біз тапсырмалар орындауға кірісейік. Балалар, біз сендермен бүгін деңгейлік тапсырмалар орындайтын боламыз. Бірінші деңгей. Кітаптарыңда берілген үзіндіден, яғни 69-шы беттегі бірінші тапсырмадан, ауызекі сөйлеуге тән белгілерді анықтаңыздар. Ол жерде ертөстіктің тағы бір кейіпкермен кездесуі суреттеледі. Екінші деңгей. Дара зат есімді бір бөлек, дәл осы мәтіннің ішінен балалар, күрделі зат есімді бір бөлек жазыңыздар. Үшінші деңгей. Мына көрсетілген сурет бойынша шағын әңгіме құрастырып көріңіздер. Балалар, осымен сабағымыз аяқталды. Сіздердің демалыстарыңыздың сәтті өтуіне тілектеспін. Сау болыңыздар.